Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет бір тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Етті қалай жұмсақ қылу керек және өз сөлінде қалай жақсы, жұмсақ, дәмді етіп дайындауға болады, соның құпияларымен бөлісетін боламын. Бүгінгі тағамға бізге қажет заттар ол ет, пияз және сарымсақ. Және бұл тағамды дайындағанда сіздің көп уақытыңызды алмайды. Енді бізге керек заттарды алдын ала жуып, тазалап, кесіп аламыз. Еттерді осылай үлкен кубиктеп кесеміз. Сосын қазанымызға орналастырамыз, астын баяу отқа қоямыз. Оның бетіне пиязды ешқандай араластырмаймыз, тұз, бұрыш қоспай тұрамыз. Пияздың үстіне май саламыз. Менде жартылай қолдың сары майы, жартылай дүкеннің майы. Осылай қойып шығамыз. Сосын бетін жауып, 40 минут орташа отта жарты стақан су құйып, жақсылап бұқтырамыз. Менде 40 минут бұқтырылып тұрды. Енді бетін ашып, осылай жақсылап араластырамыз. Және тұзды және қара бұрышымызды қосамыз. Осы жерде сарымсақ қосамыз. Мен түсіруді ұмытып кетіппін. Сарымсақты ұмытпаңыздар қосуды. Майдалап турап қосу керек болады. Сосын бетін жауып, 1,5 сағат баяу отта әрі қарай бұқтырамыз. Егер сіздің етіңіз қаттырақ болса, не үлкен малдың еті болса, 2-2,5 сағат бұқтыру керек болады. Менде ет піскенше мен гарнирға осындай лаваштарды дайындаймын. Лаваштың қамырын описание бөлімінде қалдырып кетемін. Осылай жұқалап жайып, екі бетін табаға қуырып алатын боламын. Міне біздің тағамымыз дайын. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Осылай лавашпен, немесе күрішпен, картоппен, немесе макаронмен де. Және бұл тағамды банкеге салып, бетін жақсылап жауып, холодильникте 1 аптаға дейін сақтауға болады. Күнделікті күнара гарнирін ауыстырып, ұсынуға болады. Еті жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.